Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Салтбек қызы. Бүгінгі видеода красный бархат, яғни қызыл мақпал тортын әзірлемекпіз. Корждары өте керемет воздушный болып шығатын болады, және де жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл үшін бізге керекті заттар: ұн, разрыхлитель какао, және де жұмыртқа, айран, қант, сұйық май және де қызыл краскамыз қажет болады. Ең алдымен құрғақ сместеріміздің барлығын араластырып алатын боламыз. Мен барлығын қосып қойдым. Және де айранымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, үстіне қызыл краскамызды көз мөлшерімен қосатын боламыз. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Барлығын осылай бөліп алып, жұмыртқамыздың ағын миксеріміздің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Және де көпіргеннен кейін үстіне қантымыздың көп мөлшерін салатын боламыз. Ал қалған бөлігін сарысына салып, оны да жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді жұмыртқамыздың ағының үстіне сарысын қосып, жақсылап бір бағытқа қарай араластыратын боламыз. Оның үстіне айранымызды және де сұйық май бар, краска бар, соның барлығын осылай қосып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Және де қатты қызыл болмады деп краска қосудың қажеті жоқ. Бізде қазір какао салынғаннан кейін бұл қызыл түске енетін болады. Ұнымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді мен бұны теңдей етіп 3 бөлікке бөліп алдым. Осылай маған ыңғайлы. Осылай бөліп алсаңыздар болады. Және де пергамент қағазы төселген формамызға құйып 180 градуста 10-15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Барлық корждарымызды осы бойынша пісіріп алдық. Мінекей өте жұмсақ, сондай воздушный болып шықты. Мінекей енді ажыратып, бетін біз жаңағы әрлеуге үстіп кесіп алып қалатын боламыз. Осылай барлық корждардан бетін тегіс етіп кесіп алып қаламыз. Кейін біз оны үгітіп бетіне әсемдеуге қолданатын боламыз. Мінекей мен 2 тестаны бірде қолдандым. Менде бір тестадан 3 корж шықты. Маған керегі 6 корж. Мінекей барлығын осылай пісіріп алдым. Өте әдемі, сондай керемет воздушный болып шықты. Кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай сливки қажет, 33%, және де творожный сыр қажет. Және құрғақ болу керек ыдыстарымызда венчикте жақсылап араластырып, шайқап, құйып миксерлейміз. Және де оның үстіне сахарный пудрамызды салам, тағы да миксерлейтін боламыз. Сахарный пудра көз мөлшерімен қосылады. Тәттілігіне қарай творожный сырды қосып, миксерлеп, қоюланғанша миксерлейміз. Мінекей дайын болды. Енді осындай айналмалы үстелшенің үстінде корждарымызды жинайтын боламыз. Ол үшін осындай кольцо керек. Кольцомызбен қысып алып, крем жаға отырып ортасына, үстіп барлық корждарымызды жинап, холодильникке 2 сағатқа қойып алатын боламыз. Мінекей біздің тортымыз холодильникте тұрды. Енді кольцомыздан ақырын ғана ажыратып алатын боламыз. Және кольцомызда қалған кремдерді, және де біздің торт жинаған кездегі қалған кремдердің барлығын осылай жан-жағына үстіне жағып, шпательдің көмегімен түзулеп шығатын боламыз. Жақсылап барлығын жағып түзулегеннен кейін біздің алып қалған корждарымызды осылай блендердің көмегімен үгітіп алдым. Соны жан-жағына үстіп сүйіп шығамыз. Видеода көрсетілгендер жасасаңыздар болады. Болмаса өз қалауларыңызша фруктымен, басқа да шоколадтармен сәндеуге де болады. Егер сіздерде қандай да бір силиконовый форма болған жағдайда, осылай шоколадты ерітіп құйып, сонымен әсемдеуге де болады. Менде осындай роза гүлдің силиконовый формасы. Мен осыған шоколадты ерітіп құйып, және де үстіп қақсаңыздар теп-тегіс болатын болады. Осыны холодильникке қойып қатырып алатын боламыз. Енді қалған кремімізбен өстіп торттың бетін әсемдедім.
торттун бетин түгелдей жана кызыл түскө бояган жокмун. Өйткені кичкене өзгеше болуп туруу үчүн осулай жасадым. Сиздер де осылай жасасаңыздар болады. Мінекей енді біздің жанағы гүліміз қатты. Енді соны ақырын ғана силиконовый формамыздан ажыратып аламыз. Және бұл өңшең қара түс болып тұрмау үшін кондуринге сұйық майды қосып, осылай ақырын ғана төбесін ғана бояп шықтым. Сонда мен гүліме жақсы вид беріп тұратын болады. Енді мен кондуримен крем жағылған гүлдерімізді жақсылап өйстіп бояп шықтым. Өте керемет көрік беру үшін және де дайын болған гүлімізді қақ ортасына қоятын боламыз. Мінекей менің тортым өте керемет сондай әдемі болып шықты, және де жан жағына осындай конфетиктерді сеуіп қойдым. Өте керемет болып шықты, маған тортым өте қатты ұнады, және де жақындарыма да өте қатты ұнады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мінекей біздің тортымыз уже дайын болды. Керемет болып шықты, өте жұмсақ, сондай воздушный, және де ауызға салғанда еріп кететіндей болды. Мінекей қараңыздар, өте сондай жұмсақ болып тұр. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сөзсіз керемет болып шығатын болады. Сіздерге осы рецепт ұнаған болса, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қандай да бір рецепт күтсеңіздер, оны да жаза кетіңіздер. Сіздермен болған Келін Майра Құлан.